Global Minds бүгінгі шығарылымында басты тақырыптарымыз халықаралық қақтығыстар, психологиялық факторларын талдау. Бүгінгі қонақтарымыз саяси аналитик, психолог, әлеуметтанушы. Ең алдымен қақтығыс аймағындағы халық психологиясының күйі қалай қалыптасатынын талдасақ. Жалпы қақтығыс аймағындағы басты эмоция бұл қорқыныш, яғни адамның өмір сүру режимі іске қосылады, өзін-өзі қорғауы, отбасы мүшелерін қорғауы деген секілді. Және де бұл адамның ойлау жылдамдығына және де рационалды ойлауына әсер етеді, яғни болмайды. Саяси тұрғыда мұндай психологиялық жағдай билік пен халықаралық ұйымдардың саяси әрекеттеріне байланысты. Келесі тақырып пропаганда. Ол халық санасына қалай әсер етеді? Жалпы пропагандадағы ең маңызды сол эмоция, яғни ол кезде адам рационалды аргументтерге сүйенбейді, тек қана қорқыныш, ренжіш, сенім, ашу деген секілді эмоциялар басым болады. Және де қара ақ, яғни жауды табу, өзінің командана, тобына идеализациялау деген секілді. Яғни бұл жерде ең бастысы эмоцияны басқара білу. Халықаралық қатынастарда пропаганда дегеніміз жалпы ақпараттық соғыстың таралуының ең басты құралы. Себебі бір мемлекеттің имиджіне өту үшін, ішкі тұрақтылықты бұзу үшін қолданылатын іс-әрекеттердің бірі. Әсіресе әлеуметтік желіде өте тиімді таралатын ақпараттардың бірі, және де өте көп қаралым жинайтын, таралып кетуге мүмкіндігі жоғары ақпараттардың бірі. Пропаганданың әлеуметтік механизмдерінің бірі ол эхокамера. Бұл дегеніміз адам өзіне тек қана дұрыс деп санайтын, өзінің понятиесіне жақсы затты ғана қабылдауы. Бұл жағдайда әлеуметте, қоғамда, яғни бізде поляризацияға ұшырайды. Поляризация дегеніміз жалпы әр адамның әр түрлі топқа бөлініп кетуі. Ұлттық мінез құлық деген расында бар ма, әлде миф деп санайсыздар ма? Менің ойымша, ұлттық мінез құлық деген бұл әлеуметтік тұрғыдан жиналған стереотиптердің қосындысы, халықтың батыр, тәртіпті, шыдамды деген сөздерінің барлығы мәдениеттен туындайды, бірақ бұл жеке адамды, жеке тұлғаны мүлде сипаттай алмайды. Психологияда адамның мінезі ұлттық факторларға қарай қалыптаспайды, ол адамның жеке және де ұлттық факторлар бойынша қалыптасып отырады. Және де ұлттық мінез ол ортақ тәрбие болғандықтан бірдей болуы мүмкін, бірақ ғылыми болмайды. Ал саясатта бұл ұлттың немесе мемлекеттің сыртқы саясатын түсіндіру үшін қолданылады. Алайда ғылыми талдаудан гөрі идеологиялық құралға жақын болып келеді. Санкциялар қоғамға қалай әсер етеді? Өздеріңіздің ойларыңызды айта кетсеңіздер. Ең бірінші, санкциялар қоғамда үрей мен дүрбелең шақырады. Экономикалық жағдай түсіп кетуі мүмкін, өмір сүру деңгейі төмендеп кете ма деген қорқынышты пайда тудырады. Эмоциялық кезеңдер әдетте 3 сатыдан тұрады. Ол біріншісі шок, қорқыныш, алаңдау, екіншісі бейімделу, үшіншісі мобилизация, қарсы болу деген секілді. Халықаралық қатынастарда санкциялар саяси қысым құралы ретінде қолданылса да, ең алдымен ол азаматтарға өз әсерін тигізеді. Бұл қоғамның билікке деген сеніміне не позитивті, не теріс әсерін тигізуі мүмкін. Бүгін біз қақтығыс аймағындағы халық психологиясын, пропаганда механизмдерін, ұлттық мінез туралы мифтердің және санкциялар кезіндегі қоғам реакциясын талқыладық. Халықаралық процестердің ортасында тек саясат емес, адамдардың эмоциясы, психологиясы және әлеуметтік мінез құлқы тұрғанын түсіндік. Тыңдағандарыңызға рахмет, және де біздің осы шығарылымымызға келген қонақтарға сіздерге де рахмет.